Ассалаумағалейкум. Мен Жасұлан Сыздық және бүгінгі біздің сабағымыз мерзімдік нарық деп аталады. Орысша бұл срочный рынок. Срочный рынокты тездік немесе жылдам деген мағынада қарастырудың қажеті жоқ. Яғни бұл мерзімдік деген бір мерзімнің ішінде келісімшарт бойынша табысыңызды табу деген сөз. Сонымен толығырақ қарастыратын болсақ, мерзімдік нарық дегеніміз не? Мерзімді нарық туынды құралдар, олардың ішінде опцион және фьючерстер жатады. Мұнда олар негізгі активтерге, акцияларға, облигацияларға, валюталарға, тауарларға келісімшарттар жасайды. Келісімшартты сатып алушы активті бірнеше ай ішінде белгіленген бағамен ала алады. Мысалы, 2021 жылдың маусым айында сіз X компаниясының 10 акциясын $220 сатып алдыңыз, алуға келісімшарт жасадыңыз, және ол 2021 жылдың қыркүйек айына дейін келісімшарт созылады. Сол қыркүйек айына дейін сол компанияның, X компаниясының бағасы $250 болып кетсе де, яғни сізбен келісімшарт жасасқан адам оны сізге бәрібір сол $220 сатады. Сонда сіз $250 өсіп кеткен жаңағы бағалы құнды қағазды сіз $220 алып, $250 сатып, үстінен $30 өзіңіздің табысыңызды табасыз. Біздің мысалда кепілдік шамамен 10% құрайды, яғни сіз алдын ала келісімшарт жасасқан кезде алдын ала 10% болуы мүмкін, 15% болуы мүмкін, белгіленген пайыз мөлшерінде сіз келісімшарт жасасыз. Алдын ала сол бағаны, сол сумманы беріп қоясыз, 10% мысалы. Және мысалы бір лот немесе бір құнды қағаз $2200 болатын болса, яғни сіз онда алдын ала $220 беріп қойыңыз керек. Сонымен мерзімдік нарықтың қыр-сырларына келетін болсақ, бұл жерде кәдімгі биржаға қарағанда, жай биржаға қарағанда ұзақ жұмыс істейді. Бұл жердегі биржа, яғни сағат 10-нан түнгі 23:50-ге дейін. Оның арасында екі клиринг болады. Клиринг дегеніміз бұл сауда-саттыққа қатысушылар арасында туындайтын талаптар мен міндеттемелерді ескеріп, контрагенттер арасындағы ақшалы есеп айырысу жүйесі. Мысалы, сағат 10-да сіз сатып алған бағалы қағазыңыз күндізгі клиринг немесе кешкі клиринг деп екі клирингқа бөлінеді. Күндізгісі сағат 14:00-ден 4 минут кеткенше, яғни 4 минут арасында клиринг болады. Ал кешкі клиринг 15 минут, яғни 18:45-те басталып 19:00-де бітеді. Бұл клирингтің арасында сізге сағат 10-да алған бағалы құнды қағазыңыздың үстемесі немесе шығынын өтеу мерзімі. Ал вариациялық маржа дегеніміз, мысалы сіз сағат 10-да $1000 бағалы қағаз сатып алдыңыз, және 14:00-де клиринг кезінде оның бағасы оған дейін, жаңа клирингқа дейін оның бағасы $1100-ге өсті. Сонда сізден үстінен үстемесі $100 сіздің шотыңызға міндетті түрде сол мерзімде түседі. Және ары қарап қайтадан нарық жұмыс істей бастайды. Және 18:45-те сізге жаңағы $1000-ге сатқан адам, мысалы оған дейін бағасы $900 болып кетсе, мысалы 18:45-ге дейін $900 болып клиринг басталып кетсе, онда бұл жерде сіз уже ұтылып тұрсыз $100. Яғни ол $100 және үстемесі бар, жаңағы таңғы сатып алған баға бар қосымша. Сонымен вариациялық маржа ол кісінің есеп шотына $200 ретінде түседі. Және бұдан кейін 23:50-ге дейін сауда-саттықтардың бәрі келесі күндізгі клирингқа дейін есептеле бастайды, және сол кезде арасындағы
разницасы дейді ғой, жаңағы сіздің түсіміңіз немесе шығыныңыз сол кезде қайтарған есептеледі. Мерзімдік нарықта екі, жаңа жоғарыда айтып кеттік, екі түрлі келісім шарт бар: фьючерс және опцион. Қарапайым тілмен фьючерс бұл болашақта бір тараптан екінші тараптың арасында тараптың бірдеңе сатып алады немесе сатады деген келісім шарт. Мысалы, екі тараптың арасында келісім шарт жасап, белгілі бір сомамен, белгілі бір мерзімде соның арасынан сіз пайдасын көресіз немесе шығынын көресіз. Ол қалай жұмыс істейді? Мысалы, фермер Егінбай деген кісі өз фермасы бар, оның пайдасы түсімділікке, егіннің шығынына, ауа райына және нарық факторларына тікелей байланысты дейді. Ол 6 айдан кейін бидай себетінін біледі, бірақ астықтың қанша тұратынын білмейді. Егінбай желтоқсан айында астық жеткізушісіне жүгінуге шешім қабылдап, және 6 айдан кейін ол барлық астықты, өзіне керек астықты қазіргі бағамен, мысалы килограммы 100 теңге болып тұрса, сол бағамен алуға келісім шарт жасайды. 6 айдан кейін астықтың қанша тұратыны маңызды емес Егінбай үшін, себебі ол келісім шарт бойынша бәрібір сол 100 теңгемен оны алады. Яғни сол астықтың алып атқан уақытында баға 100 теңгеден жоғары болса, Егінбай ұтыста, яғни ол дұрыс шарт жасады деген сөз. Ал одан төмен болып тұрса да, бұл жерде астық жеткізуші үлкен плюста, өйткені ол шарт бойынша қымбат бағамен сатып жатыр. Сонымен қарапайым сөзбен опциондарды қарапайым тілде айтқанда, бұл жерде сақтандыру түрінде ұсынуға болады. Мұнда сатып алушы белгілі бір тәуекелдерден аулақ болғысы келіп, мысалы, бір оқиға болып, баға шарықтап кетуі мүмкін деп болжайды. Ал сатушы бұл тәуекелді жүзеге асатынына сенбейді. Яғни, баға шарықтамайды, сол кезде, мысалы, 1 айдан кейін, 2 айдан кейін баға сол күйінше тұрады деп сенеді. Және сол екі кісі бір-бірінің арасында, спор дейді ғой, былай айтқанда, спор сияқты, екі кісі бір-бірінің арасында келісім шарт жасайды, және бұның арасында сақтандыру жүреді. Осы келісім шартты сақтандырады. Сонымен опционнан түсетін түсім, біріншіден ол сақтандырудан түсетін. Мысалы, сіз бағаңыз шынымен шарықтап кетті деп сенсеңіз, және сол шарт жұмыс істеп кетсе, шынымен баға шарықтап кетсе, бағаның шарықтауынан бір түсім түседі сізге, және сақтандырудан екінші түсім түседі. Барлығы сол опционда да барлығы сол фьючерс сияқты жұмыс істейді. Сонымен негізгі инвестицияның ұзақ мерзімді инвестиция түріне жатпайды. Бұл нарықтық мерзімдік нарық. Көбінесе бұл трейдерлар отырады, жаңа хеджерлар отырады. Қысқа мерзімді шартпенен жұмыс істейді. Мерзімді нарықта табыс табу үшін сізге жай инвестицияның білімі аздау болады. Бұған өзінің білімі бар, бұған өзінің ережелері бар, жаргондары бар, соның бәрін үйрену керек, соның сабағын оқу керек, соның кітаптарын оқу керек деген сияқты білім алу керек. Және бұл мерзімдік нарыққа жұмыс істеп осы жерден табыс табам дейтін болсаңыз, міндетті түрде бірінші сіз жай кәдімгі инвестор боласыз, одан трейдер боласыз, одан кейін барып үшінші қадам осы мерзімдік нарық. Бұл жерде тәуекел өте жоғары, және кірісі де өте ауқымды. Мысалы, опционның мәнісі, сіз таңдаған бағамен негізгі активті сатып алу, кол немесе сату пут мүмкіндігі. Опционда кол шарт деген ол активті белгілеген бағамен сатып алу құнды қағаздары, мысалы шарттар. Ал опциондық пут деген ол бағаны, активтерді белгілі бір бағамен сату құқығын беретін шарт.
Және тағы да маңызды бір опциондық страйк деген бар, ереуіл қазақшаға аударғанда. Бұл опционды сатып алу бағасы ереуілді әр қатысушы өзі үшін таңдайды. Және бұл жерде сол ереуілдік бағамен өзіне табыс табады. Қандай бағамен сіз кірдіңіз және қандай бағамен шықтыңыз, соған байланысты. Сонымен қатар тағы да бір қатар жаргондар бар. Дельта, гамма, тета, вега деген, оның бәрін кейінірек өзіңіз тереңірек осыған 5-10 жылдан кейін немесе 5 жылдан кейін оқып, осы мерзімдік нарықта жұмыс істегіңіз келсе, дұрыстап бәрін түсініп, оқып білуіңіз қажет. Негізі мерзімдік нарықтың қатысушылары ол спекулянттар, арбитражерлар, хейджерлар. Спекулянттарды алдыңғы сабақтарда айта кеттім. Ол бағаның бір құлап, бір көтеріліп жатқан кезінде бірнеше рет соны пайдалану арқылы бірнеше рет сауда-саттық жасап, содан пайда табады, табыс табады. Ал арбитражерлар, олар қаражаты көп мекемелер, мысалы зейнетақы қорлары, жаңағы сақтандыру қорлары, солар осы спекулянттардың кесірінен деуге болады, баға тым шарықтап кетуі мүмкін, тым төмен түсіп кетуі мүмкін. Соны тепе-теңдікке алып келу үшін көп мөлшерде осы фьючерс пен опциондарды сатып алып, орнына бағаны келтіріп отырады. Бұл айтқанда жақсы адамдар. Хейджерлар ол жаңа мен осы сабақтың басында айттым, фермер туралы. Сол фермердің өзін хейджер деп атауға болады. Ол өзін алдын ала сақтандыру үшін, бағаны көтеріп жүрмес үшін алдын ала сол қазірден келісімшарт жасап, төмен бағамен, өзіне тиімді бағамен келісімшарт жасап, өзіне пайда түсіреді. Мерзімді нарықта опцион, фьючерс, жаңа айтқандай, оның ішінде опционда мысалы тауарлар, қорлар, акциялар, мысалы валюталық, индекстік және пайыздық мөлшерлеме, фьючерс келісімшарттар жатады. Ал фьючерста дәл опцион сияқты тауар, қор, валюта, индекс, пайыздық мөлшерлеме. Фьючерстің түрлері екіге бөлінеді: жеткізілім және есеп айырысу. Жеткізілім шарты бұл ол үшін сіз фермер болу керексіз, немесе жаңағы өндіруші болу керексіз. Шынымен тауарлай түрде сіз алу керексіз жаңа тауарды. Мысалы алдын ала келісіп, сол тауарды сол белгілі мерзімнен кейін аласыз. Ал трейдерлар үшін ол есеп айырысу. Олар тек қана келісімшарттармен ғана жұмыс істейді, компьютермен отырып, интернет арқылы кәдімгідей биржада ойнайды. Сол арқылы өздерінің пайдасын табады. Мерзімдік нарықта салықты өзіңіз төлейсіз, брокерлік агенттер сізге көмек бермейді. Брокерлік шоттан есепті көшіріп аласыз, форманы толтырасыз және салықтық басқармасына жібересіз. Міне, мерзімдік нарық жобамен осылай жұмыс істейді. Мен өзім әлі мерзімдік нарыққа кірген жоқпын. Мен қазір трейдерлік жолды тек қана енді басқарып оқып келе жатырмын. Сондықтан да менің бастағаныма, акциямен ойнап жатқаныма және инвестор болып атанғаныма 1,5 жылдың ғана көлемі, және мерзімдік нарыққа мен әлі қадам басқан жоқпын. Мен үшін өзім ойлаймын, бұл ертерек. Өйткені тәуекел үлкен, оны алдын ала есептеп, үлкен аналитика жасап, сосын барып қадам басу керек. Сондықтан басқа қазір қандай да ұмытқан сұрақтар болса, мен қазір қарап тағы да бір атап өтемін. Негізі мерзімдік нарықта негізі баға деген сіздің атаған бағаңыз кейін бір 3 айдан кейін немесе жарты жылдағы келісімшарт бойынша атаған бағаңыздың мысалы қатты түсіп кетсе, сіз атаған бағадан бәрібір де сіз өзіңіздің қалтаңыздан ақшаны шығарып, сол мысалы бидаймен ойнадыңыз ба, сол бидайды сатып алып, жаңағы
бидайды келісім шартқа отырған кісіге қандай баға қымбаттап кетсе сол бағамен жеткізіп беруге сіз тиістісіз. Сол басқа ендігі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Мен бұл сабақ тамам.